Біз мысалы қазір мына үкіметте жүріп халықтың сенімін жоғалтып алдық өкінішке орай. Енді сол сенімді қайтару өте қиын. Біз қазір мына су тасқыны бар, бәріміз өңірлерде жүрміз. Мен Атырау, Маңғыстау облысында барғам. Сонда адамдармен кездесеміз, сенеді, бірақ толыққанды сенім жоқ, көрдіңіз ба? Неге десеңіз, жоғалтып алдық сенімді. Сенімді жоғалтып алу өте оңай. Өте оңай. Оны қайтару өте қиын. Негізгі біздің капиталымыз ұстаздардың ол сенім. Соны бір түсініп алсаңыз, балалар сенеді сіздерге. Сол сенімді жоғалтып алсаңыздар, сіздің берген біліміңіз, сіздің өткен тағылымдамаларыңыз, сіздің мынандай түрлі мастер-класстарыңыз, жинаған біліміңіз ол балаға ешқандай әсер етпейді. Неге десеңіз, сенбейді сізге. Сондықтан осы үлкен өтініш, сенімді жоғалтып алмаңыз.